Ахан ашқан қазақ мектебі, ахан тірлеген ана тілі, аханның қазақ әдебиетіндегі елшілдік ұраны, қан жылаған қазақ баласына жасаған еңбегі мен өнер, білім, саясат жолында қажымас еңбегін біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайды деген болатын заманымыздың заңғыл жазушысы Мұхтар Әуезов. Олай болса, 5 қыркүйек тілдер мерекесінің Ахмет Байтұрсыновтың туған күніне ауыстырылуы өте құптарлық және қуантарлық жай. Ахмет Байтұрсынов өзінің алғашқы ұстаздық жолын Ақтөбе облысының Батпақты елді мекенінде бастаған болатын. Сол жерде қызмет ете жүріп, қазақ жазуының әркелгендігін ұғынған Ахмет халқының жүрегіне жақын араб жазуының негізінде қазақ жазуын жасақтады. Осы жазумен біздің тұңғыш әліппеміз оқу құралы дүниеге келген болатын. Бұдан әрі ахан осы жазудың негізінде қазақ тілінің ғылыми негізде құрылымдап тіл құрал оқулығын жазды. Ахмет осы үлкен ғылым көгіне, ғылым шыңына жетудегі білім баспалдағы бар болғаны Ыбырай Алтынсарин ашқан мектептегі 2 сыныптық орыс қазақ мектебі болатын. Одан әрі қарай өзінің қамшылауымен жүріп, үлкен университеттік ғылымды игерген болатын. Міне осының нәтижесінде кеңестік түркология аталған энциклопедияға енген алғашқы тілші ғалым, орыс зиялыларын мойындаған әдебиетші, тілші, түрколог ғалым болатын. Ахмет Байтұрсынов әдістемеші ғалым. Қазақ тілін қалай оқыту туралы ғылымда тұңғыш рет сөз қозғаған, ол туралы алғашқы ғылыми еңбек мақалалар жазған ғалым. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің іргетасын қалаушы, негізін салушы. Ол туралы алғаш ғылымда монографиялық еңбек жазған Рабиға Сыздықова болатын. Ахмет Байтұрсыновтың алғашқы әдістемелік еңбегі «Баяншы» деп аталады. Бұл еңбегінде бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдістемесінің ең тұңғыш үлгісі болып табылады. Еңбек 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім қазақ тіліндегі дыбыстар һәм олардың жазу белгілері деп аталса, екінші бөлім дыбыс пен жазу деп аталады екен. Мұнда ахан оқытуда оқушының шамасы келетін нәрсені үйретіп, оның оқуға ынтасын, қызығушылығын арттыруды басты назарда ұстағанын айтады. Келесі әдістемелік еңбегі оқу құралы деп аталады. Әліппені балалар қиналмай оқып шықса, онан әрі оқуға ықыластанып, талаптар қанат байлағандай көтеріп зораймақшы. Әліппенің оңай болғанын көздеп, әуелі әліппені бастан аяғына шейін оңай һәм қысқа сөздермен алдым деген екен еңбегінде. Бала оқуды жақсы білемін деген адам әуелі балаға үйрететін нәрселерін өте жақсы білерге керек. Екінші, баланың табиғатын біліп, көңіл сарайын танитын адам боларға керек деген екен. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов келесі оқу жылынан жарыққа шығатын әліппе оқулығы осы Ахмет Байтұрсыновтың әдістемесінен жасалатындығын хабарлаған болатын. Олай болатын болса, ахаңның әдістемесімен қауышар күнде жақын. Ахмет Байтұрсынов әдебиет тарихының мұрасын, ауыз әдебиет үлгілерін жинаған зерттеуші ғалым. Ол халық әдебиет үлгілерін зерттеуші ғана емес, оны реттеп, өңдеп бастырушы. Бұл саладағы еңбектерінің бірі Ерсайын деп аталады. Бұл жыр 1923 жылы Мәскеу қаласында басылып шыққан. Жырда Боз Мұнайбайдың баласы Сайынның ерлігі баяндалады. Бұл бағыттағы екінші еңбегі «Жеріміз жоқтау» деп аталады. Бұл да 1926 жылы Мәскеу қаласында басылып шыққан. Кітап қазақ тарихының 400 жылын қамтиды. Жинастырған, түзеткен Байтұрсынұлы Ахмет қыр баласы деген анықтамалық берілген. Кітапты баспаға дайындаған Ақаңның немересі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы қордың президенті Самұрат Кәкішев. Кітаптың алғы сөзінде былай делінген: тіл деген нәрсе қалың елдің күндегі тұрмыс қазанында қайнап пісіп дүниеге келеді. Әдебиет тіліне негіз етіп, ел аузындағы тіл алынбаса, ол әдебиет адасып кетпек деген екен. Демек,
бұл кітап жоқтаулардағы әдеби тілдің үлгісін көрсету үшін де шығарылған. Ахмет Байтұрсынұлының бірден бір бірегей еңбектерінің бірі әдебиет танытқыш атты зерттеу еңбегі. Әдебиет танытқыш 1926 жылы жарық көрген қазақ тіліндегі тұңғыш іргелі ғылыми теориялық еңбек. Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет тарихына, теориясы мен сынына, методологиясына тұңғыш рет тиянақты анықтама беріп, қазақ әдебиеттану ғылымының жүйесін жасады. Халық тілінің бай қорынан мағынасы терең, ұғымды, аясы кең сөздерді термин етіп алып, соның негізінде қазақ әдебиетінің барлық жанрлық формаларын топтап, жіктеп берді. Мысалы, сөз өнері, шығарма, ауыз әдебиеті, толғау, тағы да басқа ғылыми теориялық еңбекке қазақ әдебиетінің ең бейнелі мазмұны мен мағынасы терең шығармаларын мысал ретінде пайдаланды. Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледждің қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы ұрпақтың ұстазы, ұлттың ұстазы деп Ахаңның өзі айтқандай бас ұстаздың еңбегін зерттеу мақсатында қазақ жазу тарихи еңбектерінен қабырғалық материалдар шығарды. Ұлт ұстазының еңбектері ұрпақтан ұрпаққа қызмет ететіні шүбәсіз.